Калийді өте белсенді элемент ететін. Ал алтынның мыңдаған жылдар бойы өзгеріссіз қалуы неге байланысты? Элементтердің белсенділік қабілеті оның электрондарының саны мен орналасуына байланысты. Барлық атомдардың теріс зарядты электрондары оң зарядты ядро айналасында салыстырмалы түрде үлкен аумақта қозғалады. Бірақ ең бастысы электрондар электрондық қабаттар деп аталатын дискретті аймақтарда орналасқан. Егер футбол добы атомның ядросы болса, онда ең жақын деген электронның өзі алыста, стадионның сыртында жатар еді. Алайда мұнда электрондық қабаттар кішірейтіліп, сақина ретінде көрсетілген. Әр қабатқа электрондардың нақты бір саны ғана орналаса алады. Осылайша әр атомның калий немесе алтын болсын, бірінші қабатында ең көп дегенде 2 электрон болады. Екінші қабатқа ең көп дегенде 8 электрон орналасуы мүмкін. Ал электрон саны көп атомдар үшінші қабатты 18 электронға дейін толтыра алады. Қабаттар ядродан алыстаған сайын, олар өзіне көбірек электрондарды сыйдыра алады. Ішкі қабат әрқашан бірінші болып толады. Мәселен, 11 электроны бар натрий атомының бірінші қабатында 2, екінші қабатында 8 және сыртқы қабатында 1 электрон орналасқан. Фтор атомының 9 электроны болғандықтан, сыртқы қабатында 7 электроны бар. Дәл осы сыртқы қабаттағы электрондар саны элементтің қаншалықты белсенді екенін анықтайды. Мүмкіндігінше тұрақтылыққа ие болу үшін атом сыртқы қабатының толық болуын талап етеді. Сондықтан осы мақсатқа жету үшін ол басқа атомдармен реакцияға түседі. Осылайша, сыртқы қабатындағы жалғыз электроны бар калий басқа элементтермен әрекеттесу арқылы жалғыз электроннан айырылып, сыртқы қабатын толықтырады. Керісінше, неон, аргон сияқты асыл газдардың сыртқы қабаты толық, сондықтан олар инертті. Қорыта айтсақ, сыртқы қабаттағы электрондар санына байланысты кей элементтер бір-бірімен химиялық реакцияға түсуі немесе түспеуі мүмкін.